Баршаңызға сәлем. Шотландтықтардың ұлттық киімі килт туралы көпшілік естіген болар. Дегенмен, бұл адамдардың көбісі дерлік оны юбка деп санап қателеседі. Мұндай сөздер нағыз шотландтарды қатты ашуландырады. Орталық Азияда қалың шапан киген жергілікті ер адамдарды кездестірсек, таң қалатын адамдар аз. Бірақ орталық Азия тұрғындарының шапан киюі ыстық климатқа және денеге сыртқы жылудың кіргізбеуімен байланысты екені түсінікті. Яғни, бұл киімді оның функционалдығымен түсіндіріледі. Дәл сол сияқты, киюге ыңғайлы болу және функционалдықтың арқасында килттер тарады. Шотландияның климаты өте ылғалды, ел таулы, шөпте шық көп. Егер сіз тауларда шалбармен жүрсеңіз, әсіресе көптеген ағындардан, онда шалбар тез суланады. Оларды дымқыл, салқын ауада кептіру қиынға соғады. Ал ылғалды киімде суық тию өте тез. Киімнің өзі белге және аяққа оралған бүктелген мата болды. Ал бұл матаның бір бөлігі иыққа лақтырылды. Килтке тартан матасы қолданылды. Ол әртүрлі бұрыштарда қиылысатын сызықтары бар түрлі түсті жылы мата. Мұның бәрі де функционалды мәнге ие. Түнде жылы және едәуір үлкен мата әдемі көрпеге айналды. Түстердің арқасында рудың ішіндегі адамның жағдайын білуге мүмкіндік болды. Бір түсті килттерді қызметшілер киетін. 7 түс тек басшыларға ғана рұқсат етілген. Килттің түсі және қиылысатын сызықтардың арқасында адамның қандай нақты тайпаға жататындығын анықтауға мүмкіндік болды. Бастапқыда килттерді тек хайлендерлер, яғни тауда жүретіндер киетін. Өйткені тегіс жазықтықта шалбармен де жүруге болатын. Шотландия егемендігін жоғалтқаннан кейін және елдің өзінің оңтүстік көршісінің билігіне өткеннен кейін ол жалпыұлттық киімге айналды. Британдықтар килттерге толығымен тыйым салуға тырысты және оларды кигендері үшін жазаламақ болды. Сонымен қатар, егер бірінші рет ағылшын әділеттілігінің құрығына ілінген адам қысқа мерзімге түрмеге жабылса, екінші рет 7 жылға түрмеге айдалды. Алайда, бостандықты сүйетін шотландтар оккупация мен жергілікті халықтың бостандығын шектейтін ағылшын заңдарының енгізілуіне төзгісі келмеді. Килтті кию барлық жерде дерлік танымал болды. Және көптеген жолаушылар осы киіммен таяқ пен шалбарды көтеріп жүрді. Килттерге тыйым салу әрекеті 36 жылға созылды. Бірақ содан кейін британдықтар бұл заңнан бас тартты. Осы сәттен бастап килттер тек киім ғана емес, сонымен бірге еркін Шотландияның символына айналды. Рас, килттің өзі де өзгеріп, қысқарды. Жұмысшыларға материалды иығына лақтырмай, жұмыс жасау ыңғайлы болды. Уақыт өте келе, килттің өзі қолданыстан шыға бастады. Шотландиялықтар оны сирек кие бастады. Алайда ол көбінесе әскери форма болып қала берді. Килт киген соңғы полк 1940 жылы Дюнкерк аймағында шайқасты. Енді әскери қызметшілер тек құрметті қарауылға шыққанда киеді. Егер Шотландия қалаларының көшелерінде күтпеген жерден юбка киген көптеген ер адамдар кездессе, онда сіз жақын жерде Шотландияның Ұлыбританиядан бөлінуін жақтайтын ұлтшылдардың жиыны болғанына немесе болатынына сенімді бола аласыз. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.